Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен тақияға съемный үкі жасау жолын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге ыстық клей, F6000 клей, ақ жіп, құрылыс дүкенінде сатылатын соединитель және қалауыңызға қарай үкілер қайшы қажет. Соединительдің жоғарғы және төменгі бөлігі болады. Жоғарғы бөлігі былқылдақ болып келеді. Біз соны F6000 клейдің көмегімен қатырып алатын боламыз. Прям үкіні салғанда ол қозғалып кетпейтіндей қатты болуы керек. Міне біздің жағдайда алдын ала қатырып дайындап қойдық. 1 сағат көлемінде қатыруға қоямыз. Қозғалмауы керек мүлдем. Міне мынау былқылдап тұр, ал қатырылған түрі былқылдамай қатты тұр. Бұл соединительдің төменгі бөлігі, оның ішінде осындай пластмасса болады. Оны үшкір заттың көмегімен алып тастаймыз. Біздің жағдайда алдын ала алып тазалап қойдық. Міне ішкі бөлігі осындай болады. Келесі этап үкілерімізді дайындаймыз. Ол үшін ыстық клей немесе F6000 клейді пайдалансаңыз болады. Осылай үкінің теміріне жағып, үкілерді бір-біріне бекітеміз. Бұл бізге қазір соединительдің жоғарғы бөлігіне үкіні салғанда бір-бірінен ажырап кетпеу үшін керек болады. Мықтылап клейді жағып, бір-біріне үкілерді жабыстырып, кәдімгі жұқа ақ жіптің көмегімен орап шығатын боламыз. Ашылып кетпейтіндей етіп қаттылап ораймыз. Енді осыны соединительдің жоғарғы бөлігіне орнатамыз. Ол үшін ыстық клейді ортасына дейін құямыз. Одан кейін үкімізді орналастырамыз. Қатуға қойып қоямыз. Қатқаннан кейін, егер бостық байқасаңыз, F6000 клейдің көмегімен қайтадан кішкене жетпеген жерлеріне жағып шықсаңыз болады. Келесі этап. Соединительдің төменгі бөлігін тақияға орналастыруымыз керек. Ол үшін біз буға өшетін ақ ручканы пайдаланамыз. Міне дөңгелектеп алдық. Енді ортасын крестикобразный етіп сызамыз. Осы сызылған X-образный бөлікті қайшының көмегімен тіліп аламыз. Ішіндегі фетрын барлығын бірге тілеміз. Себебі оған қазір үкіні бекітетін боламыз біз соединительдердің көмегімен. Аккуратно, қатты тіліп жібермей жасаймыз. Мінекей дайын болып қалды. Енді осы тесікке соединительдің төменгі бөлігін кіргізетін боламыз. Мінекей орналастырып жатырмыз. Енді осы соединительдің тығыздығын тексереміз. Егер барлығы жақсы тұрғанына көзіңіз жетсе, келесі этапқа өтеміз. Ішкі бөлігін қатыруымыз керек болады. Ол үшін бізге ыстық клей қажет. Жан жағын ыстық клейдің көмегімен қатырып шығамыз. Тек ішіне тиіспейсіз. Соединительдің ішіндегі тесік қалуы керек. Мінекей клейді жағатын кезде осындай шұңғыл ұтысқа қойып алғандарыңыз дұрыс болады. Себебі мына төбесіндегі соединитель қисайып кетуі мүмкін. Жағып шықтық, қатырдық, бірнеше минутқа қойып. Енді обработкасын жасаймыз. Ол үшін бізге фетр, матаның қалдығы және паутинка қажет болады. Осылардың барлығын шақтап қиып аламыз. Содан соң паутинканың көмегімен фетр мен матаны бір-біріне жабыстыратын боламыз. Яғни паутинка бұл жерде клей қызметін атқарады. Өтектесек жабысып қалады. Ыстық буға өтектелгеннен кейін бұлар жабысып бір-бірінен ажырамай қалады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Енді осыны дөңгелектеп қиып алып, тақияның ішкі бөлігінің обработкасын жасайтын боламыз. Тағы да ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз. 1 минутқа қатырып қоямыз.
егер ыстық клей жан-жағына жағылып кетсе, ештеңе етпейді, оны клей қатқаннан кейін алып тастауға болады. Келесі этап, үкіміздің төменгі бөлігін дайындаймыз. Ол үшін бізге пластмассовый стразы болған жақсы, бірақ бізде қолда бары осындай темір стразы, осының көмегі арқылы әсемдеп әрлеп шығатын боламыз. F6000 клейдің көмегімен кішкене қатуға қоямыз. Мінекей біздің тақиямыз дайын болып қалды. Тақияның жоғарғы бөлігіне кішкене осындай декоративный элемент қостық. Стразыларды пайдалану арқылы енді бекітіп көреміз. Мінекей өте жақсы, қатты бекітіліп тұр. Енді үкілеріміздің арасын ашып шығамыз. Сол кезде барлық үкінің кәдімгі пышності көрініп, өте әдемі болады. Мінекей біздің тақиямыз дайын. Тақияға съемный үкі жасаудың қысқаша жолы осындай. Егер видео сабақ пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.